Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен Жантаңыр KZ және де Қаймақ.KZ сайты және де оның бас жұмысы әрине тіпті керемет паблигі достар. Және де сіздермен тағы да Жантаңыр KZ деген өз басым мен, Тәңірберген Сержан, және Қаймақ.KZ сайты және оның бас жұмысы әрине тіпті керемет паблигі. Және де біздің өзіміздің жеке каналымыз Казахи онлайн. Ішіне кіріп тұрыңыздар, жазылыңыздар, өте ішінде қызық, керемет, айтарға сөз жоқ. Енді бүгінгі летсплей әрине Майнкрафтқа арналады. Майнкрафт әлі де егіншілік істермен айналысып жүрік. Қазір егіншілік істерде егер сіздерге ұнамай қалып жатса, онда ренжімеңіздер. Себебі егіншілік істер ең алдымен маған да ұнап жүрген жоқ деп қояды дейсің ғой. Қой, маған ұнап жүр негізі. Оппа! Дұрыс істемедім. Так. Секірмеу керек бұл жерлерден. Так, бүйтіп жібереміз. Так. Оппа, жинап алайық астығымызды. Так. Бүгін енді ферма туралы жағдай. Так, опала, бірталай шығыпты, міне базарға жоқ. Базарға жоқ деп пен ғой, базар жоқ. Базарға жоқ несі. Так, опала. Так, алдық, Димасфен. Так, алдық. Так, алдық. Так, осылай міне. Так, достар, міне осылай қазір жинап алайық. Міне көріп отырсаңыздар, міне осылай біз жинап ала аламыз. Қазір так, мынаяқта тек мынау ғана өсіпті да. Қалғандары өсіп попты, красавчиксіңдер. Так, қояйық. И осылай жалғаса берсе, онда бізде керемет базар жоқ зат болатын еді. Енді сол базар жоқ затты қазір өзімде істейін деп тұрмын. Кеш батып бара жатыр, достар. Ұйықтау керек. Ұйықтайық. Басы болса да, қаяғы болса да ұйықтайық. Себебі мен қазір зомбилардың редспаун болып кетсем, олында жек көрем. Әші зомбилармен қазір қырылуға ошқандай енді жағдай жоқ. Себебі ондай бейтіп қатты дайындалатындай дайындалған жоқпын. Айтпақшы мен ішті сәпәл дұрыстайын. Так. Не бар мынаның ішінде? Так. Опа, налар қазір керек болады. Наларды алып тағы да осындай заттар жасасақ. Достар, комментарияға жазыңыздар егер Майнкрафтта жалқып кетсеңіздер. Болады шығар, кейбіреулер менің інім айтты. Так, не дейді? Ойнай берсін. Так, ансасина көрмейді ау деп. Мүмкін мен інім көріп келдік бат дейсің. Ешқандай көріп келдігі жоқ, просто онымен мен де келісетін секілдімін негізі. Көп не істей берсең, мысалы, нагрузка секілді түсіп қалады да сіздерге үшін. Күнде бір сол егінді көре берсе, несі қызық болады. Так, Мишка, не тупи. Саған күнде айтып отыру керек, бәй, Мишка, не тупи деп. Так, мынаның ішінде бәрі сол бір. Так, бізде бар зат бар. Опала. Так, мынаны сақтап қояқ. Ерекше дуб қолданайық. Себебі бұл ерекше дуб. Және де бұл ерекше болмай қалсақ, қызық болмай қалады. Қызық емес дуб болады да. Так что қызық дуб болсын енді. Так, бұны
төр жаққа бүйтіп сосын мына жерге бүйтіп қойып қойса. Так, я. Так. Ага. Ибо. Ұйықтап алайық. Так. Енді бірден таң атқанымен жұмысқа шығайық. Айтпақшы. Ерекше бұттарды алып алайық. Бітейік. Так. Бүйтіп қоқпаяқ. Екі жаққа бөліп 64 шықты. Және де оны бөлу арқылы осылай. Тағы да забор жасайық. Ну, ренжімеңіздер, достар. Енді бұл ондай бүйтіп қатты бүйтіп тым қызық болмайды дегендей болмайды шығар енді. Бірінші урожай жинап алайық. Урожай деген керемет зат бар, сондай затты жинап алайық. Сосын бар егіншіліктің нәрін қандай екенін татып көреміз. Ешек не қой, не бәрі бірдей зат. Ё-моё. Что-то Ямакаси болма керек ой. Давай, Ямакаси. Так. Опа, ана жақта ту қалыпты ғой босқа. Айта бер. Мына жақта былай қаза берді дайындап қой, сосын су бәрін су қойып қой, сосын барып түксіктеп істей бер. Пшеница жинап қойды, құнарланып. Сен ұнатасың, тез болады. Не тез болады? Егіншілік? Немінше бәрін қазып аласың, су қоясың. Так, достар, жалғастырайық. Қақтың өлеңін айтып атын өзімен. Өлең айтатын әлі кезек келген жоқ. Так. Так, міне болды. Осылай қоқпаяқ. Сыртқа шығайық. Так. Болды, осылай болған дұрыс. Енді опала. Мен шахтаға кіргім келіп еді. Кеттік, алдын ала дайындалайық. Шахтада егер қалатын болып атсақ деген секілді идеялар болса. Опа, айтпақшы достар, қаяқтың шахтасы, может ферма жасақ. Жоқ, шахта. Әзірше шахта. Әзірше ешқандай да қарапайым ештеңе жоқ. Егіншілік бар, нан бар. Мысалы, мына пшеницадан кез келген қазір нан жасап алуға болады. Так, кеттік. Так, мысалы, бүйтіп 4 нан жасап алайық осылай. Болды. Опа. Хлеб насущный деп қойылды. Азап қояқ. Мынаған салайық. О, міне. Так, мынаның ішінде земля бар екен. Так, ну керек емес. Так, қылыш керек енді. Қылыш не қыпта тұрай. Жоқ, қылыш бар бізде. Көп қылыш бар. Так, мынау осылай. Так, бірінші орында нан қойып қояйық. Екінші нан, үшінші нан, так, төртінші железо бір-бірлеріне қосып қояйық. Әйтеуір железодан бір-бірлі ертең жасармыз. Так, ну кеттік. Болды. Так, сәттілік тілейікті. Барайық. Біздің бұрыннан бері екі-үш қарап келіп, көріп келіп жатқан ең баста мына жерімізге кірейік. Бұрын осы жерде атаман бөпе зомби туралы айтып кеткен болатынбыз. Енді сол бөпе зомбиді қарайық. Бөпе зомби. Ай, бөпе зомби. Так, бөпе зомби жоқ. Так, ай көш бұлай тұра тұр. Так, мен бөпе зомбимен қырлайын деп жатырмын. Так, мына жақта да бөпе зомби жоқ. Кіл.
Так, кременнің нелері. Так, мына жақта да ештеңе жоқ. Мане. Оппала. Оу, керемет. Оу. Каньон. Достар, біз каньон тауып алдық. И қорқынышты дыбысты да таптық осы жерден, достар. Бірден қазып көшекті. Каньонға бармай-ақ қояқ. Желательно бармай-ақ қояқ. Каньонға бару үшін бірінші железный меч алып алайық, өзімізге дайындалып. Алдын ала броня киіп алайық сиырдың терісінен. Ну, сиырдың терісінен броня маған өз басыма ұнайды деп айта алмаймын, бірақ нормально. Ең бірінші сөйтіп тауып алғаннан кейін бірден не іздейміз деп сұрап жатсаңыздар, онда мен бірден айтар едім. Ол бірден біз алмаз іздейміз. Уже маған керек десе осындай алмаз бірден керек болып қалады. Әрине алмаз өте бір құнды материал. Ну, осының ішінде ең құндысы алмаз болып табылады. Так, мына жерге қоя салайық. И оны қайтадан ағытып тастадық. Мына жерге қояйық. Так, қазір біз проходта жүрген жерімізді қазір жауып тастайтын шығармыз. Қайтадан бізге айтпақшы, достар, мен ағаш алуым керек екен, ол да бар екен. Ну, көп зат бар. Так, алдық. Болдым. Мыналарды ала алсақ, если чё. Если чё. Көзің тоймайтын осы да жамандылық. Так, достар, ну, шахтасымен ғой, бірақ біз басқа неге кетіп қалдық. Қойып кетейік. Ну, қойып кеткен бұрын бұяққа жоламай-ақ қояқ, бір сөз айтқанда. Так, ресурстар жоқ. Аламыз. Так, осылай тек. Осылай кете берейік. Ресурстар жоқ. Аламыз, кетеміз. Ресурс маяқта бар, сондықтан оны тұра тұрсын, себебі зомби кез келген уақытта келсе бізге үлкен бір қиыншылық тудыруы мүмкін. Так, сөйлей берсе, не болды, не үндемей алдың? Не сен настройкада, я? Ой, айтпайсың ба, е-май, достар. Неге зомби жоқ десем, әнім ойнапты, содан мирнаяда тұр екен, неге қарны ашпайды деп қоям. Жаңадан бері қарны ашу керек еді, зомби жоқ, тым жоқ. Сөйтсем, әнім мирнаяға қойып ойнапты, яғни зомбилар жоқ, қарның ашпайды. Көрдіңіздер өздеріңіз, міне дәлел ретінде осы версия көрсетілген шығар. Так, ең алдымен жинап алайық. Дәлел ретінде көрсетілген рас болса. Оппала, ана угольді байыдық қой біз. Керемет, 15 уровень. И уголь 64. Онсыз да бізге уголь бірден көмірде айтып үйрене берейік. Орысша нелерге, конфликтлерден бастап осылай үйреніп қалған. Так, шайық, опа, железка. Так, болды.
керек емес ретінде жауып тастайық. Мен өз басым осылай жауып тастаймын, болды. Базеттің ішінде ештеңе жоқ. Болды, бұл жабылуға тиісті. Ну, мен ойымша кейбіреулері бар, ондайды жаппайды. Мүмкін олай шығар. Мынандай бүйтіп әдейі булыжниктерді қойып кетем. Басқаша қалай айтатын еді оны сержант Ақайжан? О, мынау. Осының ішінде, нең ішінде? Cobblestone, cobblestone достар. Cobblestone дейік, егер орысшаға булыжник демей ақ қойсақ, он cobblestone деген мысалы ағылшынша келеді, конфликтсіз, ештеңесі абылай. Ну, біздің неге орысша сөйлемеу керек? Негізі ше тіліміз орыстанғаннан тіліміз ағылшын тіліне ауысқан. О, сол керемет достар, сөздің шыны керек. Тіліміз орыстанса, мысалы өздеріңіз ойлап көріңіздер. Ештеңе жоқ. Қайта беруге болады. Түн батқан ау деймін. Біздің қарымыз аша бастады, айтқандай. Так, егінді қоршап кету керек ете. Қазір егіндерді респавнить ететін болады, не бір зат. Главное, олардың ішінде криперлер болмаса, қалғандары ештеңе тудырмайды. Сөздің шыны керек. Тек криперлерден ғана өз басым қатты қорқатыным бар. Кеттік ал. Опа, түн батып кетті. Так, встақ. Все, болды. Так, түн батыпты. Қараймыз, тыныш. Тыныш, әзірше тыныш. Ешкімді атып өлтіретіндей, және де мобтардың ешқайсысын мен қазір көріп тұрған жоқпын. О, зомби кетіп бара жатыр. Скелетик, скелет, менің байқамайтын шығарсың. Байқаған жоқ. Есік жабамыз и ұйықтаймыз. Все. Нормальный болды. Керемет. Міне қызықтар сіздерге алып келдім. Қызық болмайды деп айтқандарға мүмкін сәл-пәл болса да ұнаған шығар. Ұнамайтындарда да бар, кейбір тіпті ештеңе жақпайтын. Мен сондай адамдарға таңғалам, олар қай жеріне жақпайды, қалай жақпайды мысалы. Так, факелдерді үйіп істеп алайық қазір. Сөйтейік та бірден егіншілікке барып, егіншілік алқапты қоршайық солмен. Так, 16-ның бәрін бірден таяқ. Палки, так, палкидің үстіне нау, осылай, и міне. Воля, көмірден түкте қалған. Кеттік, далада біреудің өртеніп атқан көріп атырым. Өртенгенде болды. Мына мақұл. Ой, бля, мыналар біледі суда. Ағысқа қарай жүзе алмайды екенсің ғой. Опа, мен тығырыққа тірелдім.
Так, уж түсінікті. Кетай. Так, сүйек менікі. Так, достар, мен сіздерге бір қызық айтайын. Неге ана өліп қалды десем, түсінікті. Ата неге өліп қалды? Вот, сондай сұрақ туындап жатса сіздерде. Аташка өліп қалған себебі Аташка қартайған десеңше. Ондай емес. Аташка қартайса бәлем, қартаймаса да бәлем. Опа. Так, бізде так топор алайық. Шамал барып қайтайық. Сөйтейік та барып қайтқаннан кейін ұсақты сүйірлер бар. Не бір сүйір? Көп қой сүйір, өлтіріп тастауға болады, сондықтан қобалжымай қояйын. Так, болды, кеттік ал. Қазу, ойбай. Шабу. Шабамыз. Так. Так, шабамыз. Опа, керемет. Так, маған көптеген қазір су ресурстары керек, себебі маған глина өте қажет. Немесе кварцпен жасасам үйді. Бірақ оған әліне өзім айтып кварцты сіздерге айтпаған шығармын, бірақ қазір айтып өтейін. Ол өзі үлкен бір сынат деп ойламаппын сен. Ұятсыз, не істеп жатсыңдар ол жақта? Үй алмайтындар десеңше. Ондай болады, дұрыс емес редспавндар. Тек күлкі үшін айтып жатырмын, достар. Әзіл болсын, әзіл деген дұрыс, әзілдескен, әзілдеген, әзілсіз жүрген адам, өмірде түнеліп жүрген адам, дұрыс емес адам. Ондай адамға көмек беру керек. Сөздің шыны керек, достар. Сондықтан өмірден түнелмеңіздер. Ешқашанда бастарыңызда мұңайып етпей жүретін адамдар бар енді. Бірақ онда болмаңыздар. Сен бір өзің не істеп тұрсың, бір құрлық бағындырған адам қысың. Так. Дұрыс айтасың, мүмкін мұңайып тұрған шығар, дұрыс. Мен інім дұрыс түсіндірді, мүмкін, мұңайып тұрған шығар ол. Сондықтан оған да тиіспей қояқ. Так. Құдайым-ай, анандей-ай. Бажырлап жатыр аяқта анандей. Бажырлап дауыстап қой, бүкіл семья көреді. Бұрын көрмейтін әкем бар еді жалғыз. Көріп кетті ол да. Құдай сақтасын. Кетпейт жар дүние жүзінде о жалғанда. Так, достар, қайттан ойынға оралайық. Қақтың анандей. Опала, достар, мынау біздің каньон әрине. Анау жаңағы мен көрсеткен неме осының арасында бір байланыс бар. Мынаны шауып тастайын деген уәдем орындалу керек. Орындалды. Так, енді қазір біз бірден ферма салсақ. Ферма салатын саламыз ғой тек. Так. Болды. Үйге қарай бірден тартайық. Қоршап қойдық өз немізді.
тамақ жейтін жемейтін жерлеріміз бар енді. Сыйлардың бәрін өлтірсем екен. Барды ма? Ну, бірақ болу керек қазір сыйлар. Не ауышты ғоны? Қайсыны алып, қайсыны саларын білмей алдым. Так, сырия говорядинаны алып қояқ, алманы алып қояқ, бір жерлерге керек болады. Алманы айтпақшы алтын алма қылдыртуға болады. Алтын алма бір керемет, ол алма енді айтатын сөз жоқ, керемет деуге болады енді. Керемет алма. Қазір біз аламыз наны, және наны кеттік ал. Және де алу керек тағы лопатаны. Немесе лопата жасап барсақ қалай болады екен? Ну, лопата жасап алайық, бір сөзбен айтқанда. Ешқандай бұзалғанда палка қалмапты. Өкінішті жасап аламыз зато. Сондықтан ешқандай өкініші жоқ. Ола, міне. Атак жасап алғасын өкініш болмайды ғой. 8 не қош келдің. Ашыл. Туй, ё-моё, Мишка, что с тобой происходит? Мишка-то. Наркота деген сияқты, Мишка-та дейсің. Так, наны былай алып қоямыз, наны да былай алып қоямыз, наны былай қойып қоямыз, наны былай да қойып қоят шығармыз негіз. Надо дұрыс. Айтпақшы, главное пшеница. Пшеницаны ұмытпайық, достар. Болды, енді алдыңғысында жасақ. Қазір енді 40 болады воротасымен қосқанда бірден айтып жатырмын. Қазумен жүрік. Так, кеттік. Мыналарды қасып тастайық. Мыналарды құртайық. Мынаны қойып қояйық. Так. Все, наң бәрін осылай алып тастайтын шығамыз. И так, ашық пространствоға қалдырып осылай қойып қойып, және де мына жерлерді жабамыз ау. Қанша жерден ашық пространство болса да құдаймен мияқты біртала, мияқты сүйір тұр екен өзде. Момын. Так, мына жерден былайынан болғанда осылай кете берсе. Ну, кете берсе, кете береді. Жауып қояйық. Эй, ё-моё. Так, жауып қояйық. И жауып қояйық. Қолыңа қыл қолыңа. Біз жүгіре алмаймыз тіпті. Жаққа жай ғана барайық. Ұйықтайық. Хлеб насущный дегенді алдық. Так, осылай болып жатыр.
кызык болмай атса комментарийга жазыңыздар деп коет дейсиң. Ну осумен болот чыгар энди. Сиздер менен болгон Жантаңыр KZ жайда каймак.kz сайты және де унбас әрине тепте керемет паблиги. Давай сыздар достар, амандыкта жүздескенче.